Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ерекше дәмді болып шығатын пәтір нанның рецептісімен бөлісемін. Бұны лепешка деп те атайды көп жерде. Өте керемет дәмді болып шығады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ал енді қамырын жасаймыз. Електен өткізілген ұнымызды құрғақ ыдысымызға салып, оның үстіне жылы сүтімізді және де жылы суымызды құямыз. Жылы болғаны дұрыс. Одан кейін бір шай қасық тұз және де бір ас қасық қантымызды саламыз. Тұзын көбірек салам десеңіздер, өз еркілеріңізде дәміне қарай саласыздар. Одан кейін оның үстіне 5 грамм аштығыны саламыз. Шамамен толай емес, ас қасықтай болады. Енді қамыр иіреп бастаймыз. Қолымызға кішкене ұн сеуіп, қолымыздағы қамырларды тазалап аламыз. Мінекей қамырымызды илеп болды. Осындай кішкене қаттылау қамыр болып шығады. Енді қолымызға сұйық май құямыз да, ыдысымыздың жан-жағына жағып шығамыз. Қамыр жабысып қалмас үшін көтерілген кезде. Одан кейін қамырдың үстіне кішкене ғана сұйық майды қоса отырып, қамырды илейміз. Қамыр сұйық май жақсылап сіңгенше 5-10 минуттай қамырымызды илейміз. Осы илеу барысы өте маңызды. Осылай 5-10 минуттай толықтай илесеңіздер, июі қанып, қамырымыз күшті көтеріліп, нандарыңыз жұп-жұмсақ болып шығатын болады. Енді үстіне салафанмен жауып, үстіне қақпағын жауып, орап жылы жерге қоямыз. Мінекей менде 2 сағаттай тұрды, наным көтерілді. Енді осы нанды теңдей 3 бөлікке бөліп, нанымызды жасаймыз. Таразымен де өлшеп көрсеттім. Неге десеңіздер, өйткені мендегі оқырмандарым, осы YouTube каналымдағы оқырмандарым көбісі жаңадан түскен келіншектер болғандықтан осылай өтінді. Әр жасаған рецепттеріңізді осылай қамыр болсын, осылай таразымен өлшеп салыңызшы дегеннен кейін былай да кесіп көрсеттім, таразымен де өлшеп көрсеттім. Енді өздеріңіз қалауларыңыз қайсысын ыңғайлы сонымен бөліп саласыздар. Енді осылай дөңгелек етіп аламыз. Одан кейін 2 қамырымыздың бетін жауып қоямыз. Қаясып қалмау керек. 3-ші қамырдың да бетін жауып, 15 минутқа қойып, тындырып, енді қамырымды жайып бастап жатырмын. Енді нанымызды жасаймыз. Осылай ортасын қолдың көмегімен ашамыз. Жанына кішкене қалдырамыз. Одан кейін нан ұрғышпен осылай ортасынан ұрып, форма жасап шығамыз. Енді осының бетін жауып, 15 минутқа қалдырамыз. Мінекей нанымыз да көтерілді. Енді пештің ыдысына салып, тағы да нан ұрғышпен ұрып шығамыз. Одан кейін жұмыртқа жағып шығамыз. Жұмыртқаны жағып болғаннан кейін үстіне күнжіт себеміз. Қара күнжіт болса, оны да себуге болады. Кішкене әдемірек көрінеді. Енді қызып тұрған пеште 200-220 градуста қойып, пешіңізді қызғанына қарай көресіздер. Мен 220 градуста 25-30 минутта пісіріп алдым.
Енді нанымыз пісіп шығамыз дегенше екінші қамырды дайындап қоямыз. Оны да дайындап, нан ұрғышпен ұрып, бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Екі қамырды да, қалған екі қамырды осылай дайындап, бетін жауып қойдым. Үшінші қамырды дайындап жатырмын. Үшіншісінде мен нан ұрғышпен емес, вилкамен жасап көрсетемін сіздерге. Ортасын қатты ашпасаңыздар да болады. Мен кішкене ортасын қатты ашып, кішкене сәл жұқалау болғанын қаладым. Сіздер қатты жұқа болмасын десеңіздер, ортасын үйтіп қатты баспасаңыздар да болады. Міне нан ұрғышпен емес, осылай вилкамен де жасасаңыздар да болады. Міне бірінші нанымыз да пісіп шықты. Ыстық кезінде кішкене қап-қатылау болады. Суығаннан кейін жұмсақ болып шығады. Енді келесі дайындап қойған екінші қамырымызды саламыз. Оны да тағы да үстінен бір ұрып шығамыз да 15 минутқа тағы да қалдырып бетін жауып қоямыз. Тағы да көтерілу керек. Осылай 15 минуттан қойып көтерілген болса, қамырымыз әдемі жұмсақ болып шығады. Енді кішкене тағы да ұрамыз да жұмыртқамызды жағып, күнжітімізді сеуіп пісіре беретін боламыз. Мінекей үшінші қамырымызды да салдық. Енді үстінен вилкамен басып шығамыз да, осылай пышақпен шетін әдемілеп шықсаңыздар да болады. Бұны жасамасаңыздар да болады. Әдемілік үшін мен пышақпен кесіп шықтым. Енді бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Көтерілгеннен кейін қамырымызды қызып тұрған пешімізге салып шығамыз. Алдындағындай осылай қайталана береді. Мен өзімнің бір тәсіліммен бөліскім келеді. Нан қатты болып қалған болса, осылай кішкене судың үстіне сұйық май қосамыз да, араластырып, нанның үстіне жағып шығамыз. Қатты емес, қатты сулы болып кетпесін. Осылай жағып шығамыз да, мата дастарханға орап қойып қойсаңыздар, бір 5-10 минуттай. Сол кезде нанымыз жұмсақ болып шығады. Мінекей біздің пәтір нанымыз да дайын болды. Маған дәмі өте қатты ұнады. Енді магазиннен нан сатып алғым келмей қалды. Егер де видео соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлайым. Егер видео ұнаса, достарыңызға таратыңыздар.